Туылғаннан адам баласының бет әлпеті және барлық денесі симметриялы түрде болып келеді. Екі құлақ, екі көз. Құлақ пен көздің қос-қостан болуының өзіндік түсіндірмесі бар. Екі құлаққа естілетін дыбыстардың айырмашылығы болғандықтан біз дыбыстың қайдан шыққанын анықтай аламыз. Екі көз әртүрлі көру аймағын беретіндіктен белгілі бір заттың тереңдігін анықтай аламыз. Ал мұрын тесігі не үшін екеу? Анықтап көрейік. Стэнфорд университетінің иіс сезу туралы жобасында бұл сұрақтың жауабын тапты. Негізінен тыныс алғанда молекулалар мен бактериялар әртүрлі жылдамдықпен мұрын ішінен өтеді. Ал бір күн ішінде мұрын тесігінің біреуі екіншісіне қарағанда тезірек және көп мөлшерде тыныс алатындықтан мұрын ішінен өтетін молекулалардың жылдамдықтары теңестіріліп, адамға көп мөлшерде иіс сезуге мүмкіндік беретін болып шықты. Бұны қарапайым үй жағдайында тексеріп көруге болады. Ол үшін тек мұрын тесігінің біреуін жауып, екіншісімен тыныс алып және керісінше істеп көрсеңіздер жеткілікті. Сонымен қоса адам баласы иіс арқылы белгілі бір оқиғаны есте сақтай алады. Басқа сезім мүшесінің бірде-біреуінде ондай процесс жүзеге аспайды. Өйткені тек иіс сезу адаптерлері ғана мидың есте сақтауға әсер ететін бөлігімен тікелей байланысқан. Сәйкесінше, есте сақтау қабілетінен айырылған адамдардың иіс сезу мүшесі айтарлықтай нашар болып келеді. Ал енді бізді көретін ақылды адамдарға сұрақ: көзі көрмейтіндерді соқыр, құлағы естімейтіндерді керең, сөйлей алмайтын адамдарды мылқау дейді. Ал иіс сезбейтін адамдарды қалай атайды? Өз ойларыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Дұрыс нұсқасын келесі видеода айтатын боламыз. Сіздермен бірге болған Фараби, және естеріңізде болсын, шын беріліп қызықтаған нәрсе ғана жүрекке жетеді.